Сәлем достар, бүгін мен сіздерге сәукелі қобдишаның жасалу жолын көрсететін боламын. Бірге болыңыздар. Ең алдымен қатты картоннан ұзындығы 52, ені 5 см етіп қиып, осындай 3 литрлік банканың сыртына скотчпен алдын ала жабыстырып қоямыз. Содан кейін қақпағына арнап 55 см ұзындығы, ені 2,8 см етіп қиып скотчпен жабыстырып дайындап қоямыз. Сонымен қатар қаламсаппен ішкі жағынан қосылған жерін белгілеп аламыз. Ендігі кезекте банкамызды коробканың үстіне қоя отырып, қақпағына диаметрі 17 см болатын дөңгелек, ал қобдишаның өзіне диаметрі 16 см болатын дөңгелекті кесіп аламыз. Кесердің алдында осылай банкамен белгілеп алсаңыздар болады, және әр точкіден 17 немесе 16 см өлшеп қиып алсаңыздар дәл келетін болады. Қобдишаның қақпағына да дәл осылай өлшеп сызамыз да және ручкамен жазып белгілеп қоямыз. Сонымен қатар біздер А4 қағазының бетіне 16 диаметрлікті бір сызып аламыз. Содан кейін мына қобдишамыздың ішін және қораптың, яғни қақпағының ішін тағы бір сызып 3 бет қағазға дайындап бөліп аламыз. Ендігі скотчын алып, мінекей мана сызып қойған белгіден ішіне қарай қайырамыз да картонның екінші қабатын осылай қиып алып тастаймыз. Сол кезде келесі жағына жабыстыруға, міне осылай жабыстырып қоюға болады. Сол үшін мен ыстық тілейді аламын да жағып, жаңа артық қалған бетіне жабыстырамын. Сол кезде еш жері бір жағынан қарағанда грубый болып тұрмайды, барлығы жинақы әдемі болып шығады. Ал дәл осы әдісті сонымен бірге қақпағына да жасайтын боламыз. Енді мана қиып алған диаметрлерімізді, яғни дөңгелекті осылай клейді құйып отырып жабыстырамыз. Ең алдымен қобдишаның астына 16 диаметрлік дөңгелегімізді жабыстырамыз. Артық жерлерін қайшымен қиып тастаймыз. Бірінші әрине клейдің күткенін қадағалаймыз. Мен сонымен қатар осындай кішкентай картонды шығарып қойдым. Бір бөлігін сыртқа шыққан клейлерін сүртіп жанына жағу үшін. Ендігі кезекте мына қақпағын жоғарыға қарай шамалы көтеріп, жабыстырып, төңкергеннен кейін барып, міне осылай қолмен басып тұрасыздар. Қолмен басқан кезде де қисайып кетпесін, қатты нығыздап бас жібермеңіздер. Сол жерінде бір ескере отырып басып жасарсыздар. Ендігі кезекте мен барлығының өлшемін алып, бір қиып, барлығын тігіп дайындайтын боламын. Сол үшін ең алғашқы қобдишаның ішкі бөлігін өлшеймін. Қобдишаның ішіне 1 см артық ала отырып есептегенде 17 см ортасына дейін, обхваты 52 см қылып, королевский барқыт матасынан 4 бұрышты осы өлшеммен қиып аламыз. Енді кезекте фетр матасына өлшем жасаймыз. Ол үшін ортасына дейін 7 см, яғни ені ұзындығын 52 см, яғни 1 см қосамыз, 53 см етіп қиып аламыз. Енді қақпағында жарты сантиметр артық етіп, ортасына дейін айналдырып алып келеміз. Сол кезде 14 см ені, ұзындығы 54 см етіп, 4 бұрышты королевский барқыт матасынан да қиып аламыз. А4 қағазына белгілеп алған дөңгелектерімізді де қиып аламыз. Мына жерде мен 17 см диаметр деп жазып қойғанмын. Негізінде диаметр 16 см. Сол секілді осы қағаздарды да қиып, маталарды да қиып, барлығын дайындап қоямыз. Осы жерде дөңгелектеріміздің біреуі 16 диаметрлік, біреуі қобдишаның іші және біреуі қақпағының іші болады. Сондықтан да осылардың барлығын өз ретімен атап жазып қоямын. Сонымен бірге королевский барқыт матасынан осындай дөңгелек 1 см артық етіп қиып дайындап қоямын. Мына жерде сіздер А4 қағазын алсаңыздар да болады. Менде А4 қағаз болмағандықтан екі қатты А4 қағазын бір-біріне жалғап скотчпен. Енді 26 см басынан бастап видеода көрсетілгендей етіп белгілеп шығамын. Мінекей осы белгілеп алған нүктелерді бір-біріне жалғап күннің суретін саламыз. Енді өлшемді қиып аламыз. Қиып алғаннан кейін королевский барқыт матасынан да осы өлшемде де қиып дайындап қоямыз. Бұл бізде сәукеленің басы. Енді кезекте барлығын құрастыратын боламыз, яғни қобдишамыздың түбіне А4 қағазынан 16 диаметрлік деп қиып алғанымызды жабыстырамыз. Оның үстінен 1 см артық етіп, королевский барқыт матасынан дөңгелек қылып қиып алдық. Осыны жабыстырамыз, яғни шетіне азғантайдан жағып отырып, ыстық клейімізді жабыстырамыз. Енді қобдишамыздың ішкі жағын жабыстыратын боламыз, яғни бұл жерге ұзындығы 52 см, ал ені 17 см етіп қиямыз. Ішкі жағын
жағын осылай дайындап аламыз. Дайындап алғаннан кейін барып ыстық клейді жағып отырып 1,5 сантиметрдей артығымен ішіне жабыстырамыз. Сыртқы жағына да дәл осылай видеода көрсетілгендей етіп жабыстырып шығамыз. Ендігі кезекте қобдишамыздың ішкі бөлігін дәл видеода көрсетілгендей етіп жасаймыз. Дөңгелегіміздің жан-жағын жабыстырып болғаннан кейін қобдишамыздың ішіне ыстық клейден құйып отырып, осы дөңгелегімізді ортасына жабыстырамыз. Енді кезекте фетрді дайындайтын боламыз. Фетрдің ені 7 см, ұзындығы 53 см. Ортасын зигзаг қылып немесе қолбен тігіп дайындап аламыз. Енді кезекте қалыңдығы 2 см поролон қолданамын. Поролонның өлшемдерін 3 түрлі қылып жасаймыз, яғни поролонды тартып отырып жабыстыру керек. Ең бірінші жабыстырар кезде мына зигзагпен екі қосылған жердің ортасынан шамалы асып отырып жабыстырамыз. Және екі поролонды жабыстыратын кезде клейдің кішкене ғана қатқанын күтеміз, содан кейін жабыстырсаңыздар тез әрі жақсы жабысатын болады. Тағы бір айта кететін жайт, фетр мен поролонның қосылған жерлерін бір жерге келтірмеңіздер. Содан кейін мына үшінші поролонды жабыстыратын кезде үстіңгі жағына қисайтып отырып, тартып отырып жабыстырамыз. Яғни енді тарт дегенде қатты емес, жай ғана созып отырып жабыстырсаңыздар, дөңгелек әдемі болып шығады. Енді осы фетрді ішінен алып шығамыз да, сыртындағы ақпақатын өлшейтін боламыз және ішінен өлшейміз. Яғни 19 см болды, одан 2 см алып тастаймыз, сонда 17 см. Енді мен осының екі жағын клеймен жабыстыратын боламын, сіздер екі жағын тіксеңіздер болады, өз еріктеріңізде. Матаның қыртыстарын әдемілеп жөндеймін да, жөндеп болғаннан кейін ыстық клеймен екі ортасын шамалы жабыстырып аламын. Екі ортаның қосындысын көрсетпес үшін мен осылай метрлік жарты моншақтардың алтын түсінен алып, барлық жеріне жабыстырып шығамын. Толық жабыстырып болғаннан кейін маталарын барлығын дұрыстап, моншақтарын дұрыстап қойып, қақпаққа кірісетін боламыз. Қақпағына арналған матаның да екі жағын қосып тігіп аламыз да, ішкі жағынан шамалы қалдырып, яғни жарты сантиметрдей қалдырып, ыстық клеймен клейлеп шығамыз. Ендігі кезекте ішіне алдын ала қиып дайындап қойған осы қағаздарымызды жабыстырып, ішіне ыстық клей жағып, осылай жабыстыратын боламыз. Қақпағының жоғарғы жағын көктеп тігемізде тартып, жинақтап қоямыз. Ендігі кезекте дайындап қойған конусымызды құрастырып, скотчпен жабыстырамыз. Артық жерін қиямызда матамен қаптап, жоғарғы жағына үкісін салатын боламыз. Үкіні өзіңізге қалауынша саласыз. Үкіні салғаннан кейін мен үстіне клей қиямда кішкентай картон қағазын орап, қайшының көмегімен жоғарғы қарай салып қоямын. Яғни осы картон арқылы ұстатып қоямын. Конустың сыртына екі жақты скотчтың көмегімен А4 қағаз жабыстырып, үстінен ақ матамен ораймын. Орап болғаннан кейін барып, видеода көрсетілгендей етіп, ыстық желіммен осылай жабыстырасыздар. Екі тігілген жерді бір-біріне қаратып қоямыз. Содан кейін екі қосылған жерді осындай метрлік, яғни жартылай моншақпен жабыстырып аламыз. Ортасына дейін жабыстырамыз. Ортасына жабыстырғаннан кейін менде қосымша тычинкілер бар. Сонымен қатар гүлдер бар, роза гүлдер. Осыларды араластырып, барлығын жабыстырып әсемдеймін. Сәукелені өз қалағандарыңызша әсемдеуге болады. Енді кезекте мен қобдишаның астыңғы бөлігіне осылай ою жабыстыратын боламын. Оюды дұрыстап қойып алғаннан кейін үстіне мәрлік қойып, ыссы үтікпен басып шығамын. Сәукеленің үстіңгі жағына да дәл осы әдіспен оюымды жабыстырып аламын.
Оюды жабыстырып болғаннан кейін ыстық клейдің көмегімен әртүрлі моншақтарды жабыстырып әсемдесеңіздер болады. Үкілі брошкаға салған моншақтарды да сәйкестендіру үшін осы қобдишаға салып жатырмын. Барлық моншақтарды осы ыстық клейдің көмегімен салып жатырмын. Сонымен қатар моншақтың өзінің арнайы клейі болады, оны қолдансаңыздар да болады. Мінекей барлығын жасап болдық. Қараңыздар қандай әдемі шықты. Өзімнің көңілімнен шықты. Сіздерге де ұнайды деген үміттемін. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен бірге оған Ақтоғын Халымқызы. Сау болыңыздар.